Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алматы жол қиылыстарының бірінде жаяу жүргіншілер өткен өтіп бара жатқан кәмелетке толмаған баланы көлік қағып кетті. Жасөспірім балалар ауруханасына жеткізілді деп хабарлайды қалалық полиция департаменті. Алматы полиция департаментінің мәліметінше, жол көлік оқиғасы кеше 7 қазанда сағат 17:20-да Өзі ауданында болған. Жедел жәрдем жүргізуші Жандос көшесімен шығыс бағыттағы жолақпен келе жатып, Береговой көшесінің қиылысындағы оңтүстікке қарай жолды кесіп өтіп бара жатқан жаяу жүргіншіні қақты деп түсіндірді полиция департаменті өкілдері. Оқиға салдарынан 2009 жылы туған жасөспірім балалар ауруханасына жеткізілді. Оқиғаның мән-жайын Әуезов аудандық полиция бөліміндегілер анықтап жатыр, ал желіде оқиға орнында куәгерлер түсірген видеолар жарияланып жатыр. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.